Еркіндік философиясы. Жалпы алғанда еркіндіктің жалпы сипаттамасы не дегенге келсек, еркіндік феномені өте кең мағыналы, көп қырлы болып келеді. Бүкіл жаңағы адамның әлеуметтік өмірінің сан саласын қамтиды. Біздің тіліміздің бай болғандығын соншалық жаңағы тек қана бір орысша айтқанда свобода деген ғана сөзбен шектелмейміз. Бостандық, азаттық, дербестік, егемендік деп кете береді. Тәуелсіздік, еріктілік, соның көптеген синоним баламалары бар. Осыдан ақ дәл бізге қатысты еркіндіктің қандай маңызды екенін көруге болады. Енді ол ғасырлар бойы зерттеліп келе жатқан мәселе, мәңгілік мәселе десек те болады еркіндікті. Жалпы ол ашықтық, барлық тұрғыдан қарағанда еркіндік ол өте күрделі феномен екендігімен анықталады. Барлық жерден жаңағы еркіндікке қатысты ойларды көреміз. Бүкіл адамзаттан, барынан. Әлбетте еркіндікке қатысты айтатын болсақ, бала кезде бәрімізге таныс. Үйдегі үлкендер кетіп қалғанда тіпті кішкентай балалардың өзі әрбір нәрсені білдіреді. Келген кезде үлкендер кім білдірді мынаны деген әңгімеден басталады. Ойыншықтарын шашады, үйтеді, бүйтеді, қиратады, былайша айтқанда. Сондықтан енді абсолюттік түрде еркіндік болмайды. Еркіндік еркіне жіберсе хаос болып кетеді ғой. Сондықтан абсолюттік еркіндіктің болуы мүмкін емес. Қалауыңды жүзеге асыруға мүмкіндік жоқ болса, онда еркіндік те жоқ. Қалауыңды жүзеге асыруға мүмкіндіктің болғаны қандай жақсы. Өзіңнің қалауыңа сәйкес әрекет етсең, бұл өте тамаша нәрсе болмақ. Барлығы еркіндікке ұмтылады, барлығы еркіндікті аңсайды. Қарапайым жануарлардың өзі еркіндік, бостандық, не осыларды аңсайды. Ешқандай кедергінің, қыспақтың болмауы, ешқандай басқа аяқтан шалушылықтың болмауы осы нағыз еркіндік. Егер қандай да бір орта қолайсыз болса, онда басқа жаққа кетіп қалуға болады. Бұл да еркіндік. Құстардың өзі күн суытқанда жылы жаққа ұшып кетеді емес пе? Міне, не істеймін, не жасаймын, қайда барамын деп сол ойлағанын іске асыру не нағыз еркіндік осы. Енді көптеген философ ойшылдардың пікірі бар, дегенмен еркіндікке қатысты осы Кішібеков ағамыздың пікіріне тоқталғанды жөн көрдім. Тәуелсіздікпен қатар байланыстыра айтады екен бұл кісі. Тәуелсіздік еркіндіктен туындайды. Тәуелсіздік ол ешкімнен қаймықпау, ешкімге бағынышты болмау, ойыңа келген алғашқы ісіңе еркін кірісу, жалтақтамау. Көріп тұрсыздар ғой, бұл табиғи құбылыс болып саналады. Осы кісі Дени Дидроның пікірін келтіріп кеткен, яғни жансыз дүниеге де тән көрінеді екен еркіндік. Әлемде қозғалмайтын зат жоқ, бәрі де қозғалыста. Егер қозғалмайтын заттар болса, онда оны ұстап тұрған кедергінің бар болғандығы. Егер сол қозғалмай тұрған заттың кедергісін алып тастаса болды, ол қозғалысқа түседі деген екен. Бұдан енді көптеген ойлар туындайды. Мысалы, есіктің күртшегін басып жауып қоямыз. Көріп тұрсыздар ғой, қандай тамаша. Не болмаса үй, құрылыс, бұл жерде балкаға тіреліп тұрады, одан кейін сейсмопоезға тіреліп тұрады. Яғни кедергілер арқылы үлкен ғимарат болып тұр. Ол тіреулерді, кедергілерді, стойкаларды алып тастасақ не болады? Қиранды болады. Ал сондықтан жаңағы бетімен кеткен еркіндік ол хаос. Мысалы, машинаны алайық, жүйткіп келе жатыр Райымбек даңғылымен. Егер ода тормоз болмаса, яғни еркіндікте келе жатыр, онда не болады? Әлбетте апат болады. Сондықтан еркіндік
кандай да бир тежөөлөрмен, кандай да бир кедергилермен, токтоолормен сипатталат. Бул өтө заңдуу да. Көптөгөн жаңағы кубулустарды көрсөтөдү. Еркин тек кана ол жаратушы ээ. Әлемде жаратушы Алладан башка абсолюттүү тәуелсиз эч нерсе жок деп көрсөтөдү. Калгандардын барлыгы бир жагдайда тәуелсиз болгон менен бир жагдайда багынычты экен. Туткунда отурган адам, бодандыкта өмүр сүргөн эл, булар тәуелдүү элдер. Торда усталган кыз, байлаулуу мал, зоопарктеги аңдар, олар да тәуелдүү, оларда эркиндик жок. Албетте туткундан босаса, бул эркиндик. Сондуктан эркиндик өтө күрделүү маселе. Кандай да бир эркиндик болсун, ол күрөстүн нетижеси болуп саналат. Күрөстүн нетижеси. Эркиндикти бостандыкта аңсап гана коймойт экен. Сол эркиндикке жетүү үчүн адис тәсилдер издейди, күрөшөдү, кейде типти жанын пида этүүгө дейин барады. Башка жаңагы көптөгөн мисалдарды да келтирүүгө болот. Айтпесе эркиндиктин неси калады. Көптөгөн жаңагы эркиндикке катыстуу ойлор айтылады. Капас, камалуу, түрмө, зындан барлыгы эркиндикке карама каршы нерселер. Мисалы адамдын бас бостандыгы, ол кадимки бостандыктагы адам. Ал бас бостандыгынан айрылуу, ол деген тар капаска түсүү. Сондуктан эркиндик ар качан күрөспен сипатталады. Эркиндик күрөс аркылуу мүмкүн болот нерсе. Албетте бул тек кана күрөс деген ойду тундатпайт. Башка да келисим жолу менен де эркиндикке келүүгө болот. Эркиндикке келсе, сол эркиндикти устап туруу бул өз алдына башка маселе. Коомдук тарих делилегенде адам баласы качан да бостандык, тәуелсиздик үчүн күрөскөн. Жаңагы оған карама каршы абакты, жер адаруу, кулдук, булар албетте токуратат адамды. Кимдин болсун мындай күйгө түскүсү келмейди. Кимдин болсун бостандык үчүн күрөс эч кандай толастамаган. Сондуктан эң кымбат кундулук ол эркиндик, эң кымбат кундулук бостандык. Бостандыктын кадырын баарыбыз да билүүбүз, түшүнүүбүз, сезинүүбүз керек. Бостандык, эркиндик, тәуелсиздик булар барлыгыбыз үчүн асыл арман. Багана айтып өткөнүмдөй, күрөш жолу менен жетүүгө болот, не болмаса келисим жолу менен жетүүгө болот экен. Айталык, мына Үндүстан өзүнүн бостандыгына, эркиндигине келисим жолу менен жеткен. Улуу Британиядан осындай жол менен тәуелсиздигин алган эл. Башка да мисалдар жетип жатыр. Тәуелсиздикпен битисип кеткен. Мисалы биздин элimiz 91-жыл 16-желтоқсанда бугаудан босап тәуелсиз элге айналды. Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болду. Әлемнин картасында Казакстан деген өзүнүн орнун алды. Албетте бул бакыт. Бул үлкен бакыт. Дегенмен буну устап туруу керек. Буну устап туруу үчүн стратегия, көптөгөн жагага тактикалык шаралар кажет. Ар качанда була бермейди. Сондуктан бул биз тәуелсиздикке жетүү үчүн қазір күреспейміз. Біз колумузга түсірдік. Ендігі басты нәрсе соны устап тұру. Жаңа айтып өткендей, келісе отырып, тиімді жолын көздей отырып, еркіндікті жүзеге асырып жатады екен. Біздің елімізде қаншама тарап жолдар бар, қанша ертіс сияқты өзендер ағып жатыр. Біздің елде ағып жатыр, біздің жерде ағып жатыр деп, оған біз 100% білгенімізді істей алмаймыз. Басқа елдермен де санасуымыз керек. Біздің елден ол ағып ары Ресейге өтеді. Біздің елімізге ағып келетін өзендер де бар. Мысалы, Талас, Қырғызстаннан бізге ағып келеді. Сырдария, Әмудария ағып келеді біздің елімізге.
Енді сол елдерде ол білгенін істесе не болады? Сондықтан біз әркіммен де санасуымыз керек. Қаншама жолдар өтіп жатыр, батыс Қазақстан, батыс Қытай. Жол өзіміздікі екен деп біздің елден басқа елге өтіп бара жатқан автокөліктерге білгенімізді істесек тағы да болмайды. Сондықтан да халықаралық құқықтың нормаларымен реттеледі бұл. Өте үлкен құндылық. Еркіндіктің арқасында көптеген мүмкіндіктер іске асады. Мысалы, біз астанамызды арқаға ауыстырдық. Қазіргі Нұр-Сұлтан шаһары. Егер біз кеңес өкіметінде әлі тәуелді субъекті болып жүрсек, тәуелсіздік алмасақ, бұл мүмкін бе еді? Әлбетте мүмкін емес. Тіпті қарапайым ғана шаштараз ашу үшін де Мәскеуден рұқсат сұраушы едік. Сондықтан біз қазір өз қалағанымызды істеп жатырмыз. Дегенмен де басқа елдермен бірқатар жағдайда, экономикалық жағдайда санасуымыз керек. Жаңағы айтып өткенімізде, еркіндікке қол жеткізу бір бөлек, оны сақтап қалуда ол басқа бір мәселе екен. Сондықтан оны баянды қылу үшін, оны мақсатқа сәйкес белгілі бір шарттар арқылы сақтап, идеологиямызды дамытып жүруіміз керек. Адамның жеке абсолюттік еркіндігі болмайтын сияқты, мемлекеттің де жеке абсолюттік еркіндігі болмау керек. Әйтпесе ол деспотизмге алып келеді. Есептілік болу керек арасында. Бұл үлкен мүмкіндік. Еркіндік адамның жеке ұлттың, халықтың өз мүдделері мен мүмкіндігіне сай әрекет етіп, өз қалауын жүзеге асыруы. Ешкімнің бұйыруы не нұсқауы бойынша емес, өз еркімен әрекет етуі. Бұл бақыт. Бұл тамаша емес пе? Алайда адам қоғамнан тысқары болмағандықтан өз әрекетінен объективті жағдайларын қалауынша таңдап алуға ерікті емес екен. Десе де, олар нақтылы және салыстырмалы еркіндікке ие болады. Мысалы, дәл қазіргі сәтте біз қаланың сыртына шыға алмаймыз делік. Себебі карантин енгізілген, коронавирусқа блокпосттар қойылған, коронавирусқа байланысты көптеген жерде коменданттық сағаттар енгізілген. Әрине бұл еркіндікті шектеу, біздің еркіндігіміз шектелуде. Дегенмен де бұл шектеу біздің өзіміздің пайдамыз үшін, өзіміз ауруға, вирусқа шалдықпауымыз үшін істеліп жатқан мәжбүрлі шаралар. Қазіргі Алматы, Нұр-Сұлтан қалаларының айналасындағы қаптаған блокпосттар ешкімді сыртқа шығармай, не қаланың ішіне кіргізбей жасап жатқан шаралар. Бұл шектеу болғанымен, бұл басқа құндылық, үлкен құндылық, адамдардың денсаулығы, өмірі үшін жасалып жатқан үлкен шаралар болып табылады. Сондықтан да ешқашанда абсолютті еркіндік болуы мүмкін емес. Еркіндікті дұрыстап пайдалана білу керек. Белгілі бір мақсатқа сәйкес тиімді түрде пайдалану керек. Әйтпесе ол жаратылыстың заңдарына кері қар келеді. Осылайша жаңағы түсініспеушіліктер туындайды. Тіпті үлкен катаклизмдерге де алып келеді. Көп деген түрлері бар, көп түрлі деп айтымызға болады. Еркіндік әр қырынан көрінеді. Экономикалық салада, әлеуметтік, этникалық топтарға қатысты да әр түрлі ұғынуға болады еркіндікті. Экономикадағы еркіндік, нарықтық қатынастар, бәсекелестік принциптеріне сәйкес, мысалы, біздің қоғамда қазір бүр жарып, өркендеп, дамып келеді. Ал ақш қоғамында бұл 20 ғасырдан бастап дамып кеткен. Ал енді солтүстік Корея жағдайын айтсақ, бұнда экономикалық еркіндік туралы әңгіме қозғаудың өзі артық. Саясаттағы еркіндік бар, ұлттың құқықты мемлекет құру идеясы, азаматтық қоғам құру идеясы, өзінің пікірін айту, плюрализмге сәйкес өзінің ой бостандығы, сөз бостандығы, жиналу бостандығы, не осындай еркіндіктің әр қоғамдағы өзіндік көріністері болады. Құқықтағы еркіндік мен айтып өткен мысалдағыдай, мына коронавирусқа сәйкес шектеулер, тағы басқалар, карантин шаралары, не осылардың барлығы да
еркіндіктің көріну формалары екен. Біздің жүйе бойынша заңда шектелмегеннің барлығына рұқсат. Ал кейбір қоғамдардағы тәртіп бойынша заңда не көрсетілген соған ғана рұқсат. Әрине мына соңғы жағдайда еркіндік шектеулі екенін көреміз. Шынайы еркіндік адамдар арасындағы көптеген қатынастар, оның ішіндегі мәдени қарым-қатынастардың кепілі болып табылады екен. Көптеген көзқарастар бар, көптеген айта берсек, Гегель ол субъективті рухпен байланыстырса еркіндікті, Фейербах өзінің ерекшеліктерін көрсете отырып, дін оның адамдардың арасында Құдайға құлшылық етумен байланыстырады. Экзистенциалистік тұрғыдан алсақ, психикалық актілермен байланыстыра қарайды екенбіз. Маркс еркіндік мәселесін қажеттілік және оның заңдылықтарымен қоса қарастырған. Энгельс осыған ұқсас тұжырымда болған, дегенмен де ол жаратылыс күштеріне, қоғам қарым-қатынастарға және олардың болмысына қатысты үстемдік деп көрсетеді екен еркіндікті. Яғни қалай дегенде де нақты салыстырмалы ұғым болып саналады екен. Адам әртүрлі жағдайларға байланысты еркін болады, немесе одан мүлдем айырылады екен. Сондықтан еркіндік басты құндылық болып саналады. Механикалық материализм бағытындағы ойшылдарға келсек, Томас Гоббс, Бенедикт Спиноза, Ламетри тіпті еркіндікті жоқ деп көрсетеді. Адамдардың еркіндік туралы ойлары елес қана деп көрсетеді. Енді олар тек қажеттілікті білдіреді деп көрсетеді еркіндікті. Қажеттілік, себептіліктен себептілік туындайды. Оның ең соңғы тірелер жері Құдайдың еркі деп көрсетеді екен. Әбішевтің айтуынша еркіндік мәндердің мәні. Адамның тек субъективті күйі ғана емес, оның дүниедегі ерекше болмысы деп көрсетеді екен. Сонымен еркіндік ол өте ерекше мәселе. Еркіндік ерікті болу, өз дегенің бойынша, өз қалауың бойынша әрекет жасау екен. Өзіңнің еркіңмен, ешкімнің бұйрығынсыз, ешкімнің тапсырмасынсыз саналы түрдегі әрекет ету болып табылады екен. Дегенмен де бәрібір де есептесу керек екен. Адам өзім білемдікке салынып әрекет ете берсе, онда оның жануардан қандай айырмашылығы болады. Сондықтан да қоғаммен санасу керек. Себебі қоғамда жалғыз болғаны емес, басқа да көптеген адамдар бар. Өзіме ұнайды, өзімнің қалауым осы деп жарым түнде музыканы барынша қойып, тарсылдатып билеу. Бұл еркіндік емес, бұл керісінше, бұл мәдениетсіздік, тіпті құқықтық тұрғыдан алғанда бұзақылық болып саналады екен. Сондықтан ол еркіндік ешқашанда абсолютті болмайды.